Мен осы жолмен тіке остановкаға дейін барам. Примерно 5 минут өтеді. Баршаңызға сәлем, қалайсыздар? Қазір бізде таңғы 7-ден 20 кетті. Мен жұмысқа бара жатырмын. Бұл видеода сіздерге өзімнің жұмысымның бір күндігін көрсетемін. Заводтарды, ониларды, они деген әпке болып келеді. Жұмыстағы жұмыс істейтін апаларым рұқсат етсе, түсіремін барлығын. Сол, менімен бірге болыңыздар, видеоның соңына дейін көріңіздер. Сіздерге жұмысшылықтағы жағдайларды айтып беремін. Сол, сіздер жақсы көремін. Қараңыздар жапырақтарды. Бізде қазір күз, Кореяда күз өте керемет болады. Өзі Кореяда 4 мезгілде әдемі болып келеді. Особенно күз. Сол, мен мына жердегі остановкаға бара жатырмын. Сол жерде онилармен бірге боламын. Bizim автобус айналып келе жатыр. Мындай. 발을 이렇게 뺄 수가 없어요. 무치를 못 들어가 막 중심 이래가 다 엎어지고 뭐. 얘들은 모르니까 또 Mercedes келді деп па. Джип, то есть. 여자애들 그래서 많이 생겨요. 어디로 다 닦고 안녕하세요. Мен сізді алдында отырам. дөңгелекті қараңыздар, күшті. Ой, тәсі руль ма не? Әдем ғой. Торлаулы өтті бір, мұң қалды қоп-қоңыр, сезім бар бірақ жоқ көңіл. О менің тағдырым, тағдырым жан мұңым, жоғалтсам кешір арқоны. Бір күліп, бір жылап, бір жүріп, бір қолап, келемін бұл бірақ өмір мекен. Бір күдік, бір сақтық, бір қайғы, бір шаттық, бір ғұмыр, бір сәттік көңілдегі. Сағынып күн өтті, зарығып түн өтті, жұбатам қалай жүректі. Бір жүріп, бір қолап, келемін бұл бірақ өмір мекен. Бір күдік, бір сақтық, бір қайғы, бір шаттық, бір ғұмыр, бір сәттік көңілдегі. Жұмыстан келген соң осылай жаңағыдай отметка жасап, осы жолдармен жүріп қайтамыз. Жұмысымыз біздің сағат 8:30-нан 5:30-ға дейін болады. Одан кейін сағат 8-ге дейін чаноп болады. 2 сағат. 2 сағат істесең де болады, істемесең де болады. Ол өзіңнің қалауың бойынша. Бірақтан заводта чаноп жасасаң, сен жақсы жұмыс жасалатсың деп сені қабылдайды. Айлық бұл жерде 2 миллион 500, 2 миллион 700 болып шығады чаноппен санағанда. Мына 57-де осы апай менің жақсы көрем осы апайды.
қарап анандай қызығамын да өзіне. Әдемі, вообще красавица өз жасына. Әдемі қартайғанда, бетіндегі әжімдері да өзіне сай анандай. Нағыз здоровый әжім да. Асқынып кеткен, өзіне қарамаған әжім емес. Мына жерде бізде қажаншел. Осылай көтерілеміз. Зонтик. Наш фестиваль. 안녕하세요. 오늘 ерте келеді. Меніңкі. Здесь я. Скоро айфон алам. Так что не переживайте. бастағанша осылай отырамыз. 나는 우리 아들 친구 중에서 저녁 때는 있을까 봐요. 전화니까 우리 아들 뭐라 하잖아. Вот менің формам. Мына жерде список бізде кім уборка жасайды. Осы уақытқа дейін бір 2-ақ рет па 3-ақ рет па жинаған шығармын. Уже 1 жыл болайын деп жатыр. Жұмыс істеп жатқаныма. Оннелар. Аяқ киімді ауыстырамыз. Есікті жабамын. Осылай кетемін. Мына жерде Вьетнамның отделдары в основном істейді. Мына жерде оннелар жасайды. А я всегда замен. Бұрын орным осы жер еді, қазір мен замен болатын болдым. Мына жақта адам болмаса, мына жақта істеймін. Барлық уборка жасап жатыр. Оннеда. Чари. Менің коробкам. Екеуі де меніңкі. Вот менің коробкам. Мен жұмыс жасайтын. Перчатка. Күніге ауыстырамыз перчатка. Но нормально жұмыс істеуге болады пока. Здесь у меня зарядка, коллаген, кофе. Здесь этот қолың ауырса шағасын. С-витамин. На этот пробникке берген. Көріңіздер деп. Осындай техникалармен жұмыс жасаймыз. Жаңағы машинаның қолын өшіре салып, мына жерде қанша штук жасалғандары көрінеді. Оң жағы, сол жағы деп жазылып тұрады. Вот мынандай машиналар. Осылармен жұмыс жасаймыз. Ешқандай опасный емес. Бұл мына жерде өзінің қолда салған кезде қолың қысылып қалмасын деп қорқасыздар. Өзі Кореяда сондай жұмыстар өте көп. Қолың қысылып қалады, қолдары кесіліп қалады деген сияқты. Мен енем сияқты. Но бұл жерде анандай бір красный сигнализациясы бар. Случайно бүйтіп тип қалған кезде шырылдап кетеді техника. Абайлаңыз деп айтып предупреждать етеді. Мынау печка. Ойнылардың бары жинастырып жатыр, жуып жатыр. А мен сіздерге видео түсіріп жатырмын. На самом деле осы отдел ұнайды маған. Басқа отделдің қыздары. Чачнысы, вот менің коллективім жастар в основном бұл жерде. Жастар в основном. Наонимен жақсы дружу я. Намка. Наони, да. Короче, все. Коллектив дружный.
Вот мындай кожаны краска жасайды. Біз жабыстырамыз, киеге саламыз техникаға. Машинаның қолы ғой. Мындай машина. Менен сурап азандамаса не істейсің? Ой, не дарай. Бұлар ұялады видеоға түсуде. Осылай, это моя кружка. Қазір кружкамды шаямын. Оны уборка жасап екен. Тамақтан кейін барлығы тістерін жуады. Как положено. Бәрі жүрді тістерін жуады. 이쁜 언니 코코넛 좀 먹으라. 어? 이쁜 언니 코코넛 좀 먹으라. Ониларды сіздерге түсіріп көрсетейінші десем, настроениялары жоқ. Закон подлости ғой. Тура интернетке салам, осылай деп жатқан кезде анандай болып тұрды. Бір түрлі болып тұр, өзімді сұрауға ұялып. Түске дейін возможность болса, что түсірем. Егер де видео сіздерге қызық болып жатса, или қалай түсіру керек, қай жері ұнамай жатыр, соны айтып жіберсеңіздер маған комментарияға, мен постараюсь сіздерге жақсы қылып түсіруге. Өйткені мен біліп тұрған жоқпын ғой енді. Сырттан виднее ғой қалай түсірген. Қызықтау болатын. Бара жатырмын, келіп шықтым. Бүгін өзі бізге нормальный тамақ берді, тауықтың етінен. Өйткені сіздер менің тамағымның түрін көрген кезде осы тамақты жеп тоясың ба, анау немене, шөп шалан, ащы тамақтар деп таңғаласыздар. Бүгін енді более-менее нормально. Деп па? Блин, қазір бар ғой менің жыным. Бір апай, бірге жұмыс істейтін ғой жаңа айтады. Мен асығыс кетіп қалдым да, жаңа печканы өшірмеппін да. Потому что мен орным ауысай береді. То мына бетте, то вьетнамдармен, то кореецтермен жұмыс істеймін да. И соған өшірмегенмін ғой нені. Печканы соған, блин, панжаңнен бар да бізде бастық менімен бірге отырды, жаңа екеуміз тамақ жеп жатыр. Соны мен ана жерге барғаннан кейін айтса болады ғой. Сол жоқ, отырған кезде, тамақ жеп жатқан кезде келіп алып, неге сен өшірмедің дейді да, блин, бесік бар ғой, осындай специально істеп жатқан адамдарда. Вот на принципе, что вот панжаним естісін, маған айтсын, типа замечание сделал, и она счастливая, да, такая. Вот может, бола ма солай жасауға деймін да, вот адам ойлау керек қой, ладно, қой, сейчас ұмытып қалды ғой, давай потом айтам деп. Вот осылай адамдар осындай бір мелочный нәрседен кому-то больно делает, от этого она радуется, как будто она бір, блин, бриллиант получила или золото получила, да. И вот маған бір өзіне бір күшті бір фишка алған адам құсап айтқанына нетіп, панжанима болды деп нете салды да, типа ұмытпа ендігіде осылай деп сөйтіп маған болды, и все. Просто осындай бір, обязательно сондай бір қырсық адамдар болады, я біреуге анандай жаманшылық жасағанға бір рахаттанады да, бір өздері бір содан бір нәрсе ұтқандай, наоборот қой, наоборот, адам өз-өзінің жолын жауып жатыр деген сөз да. Сол. А еще бізге жұмыста осылай нан береді. Тамақ жеп болғаннан кейін нан. Жазда бізге мороженое беретін еді. Бір холодильник мороженое бар, қанша мороженое жейтін келсе, сонша мороженое жейсің. Мен сүт и нан алам. Нан жегілер келмейтіндер айраншы, да, йогурт бар, сондай йогурт береді. Мен өстіп тамақ жеп болғаннан кейін осындай нан жегім келеді, соған жынданады ғой. Ой, жынданмайды, ұрсады ғой маған кәрістер. Ты чё? Қазір ғана тамақ жедім деп.
Короче, кеш жеп жатырмыз. Они камс жасап жатыр. Онидин алтын несин көрсеңиздерши. Айго, 너무 예뻐요. они. Күйөө подарок эткен экен. 손목이 좀 Биз мындай жеп жатырмыз. Мына жерде они Вьетнам они этот не Вьетнам деген билип койду. Это кам. Bir хурма тура осылай жейді. 소리 언니 팔찌 없어요. Они да этот не жоқ мына браслетін қарап жатырмын да күйеуі подарок еткен екен. Қарасаңшы қандай золото. Чисто золото, 18 карат. Шипаль, не? 네 언니. 왜 웃어요 언니? 발음이 너무 акцентный 시발로? 아니 왜다 욕으로 들려? осылай 이런 너 біздің компания. 그러면 했는데 너무 ана жерде басқа они компаниялар отырады. қалай жұмыс ұнап жатыр ма сіздерге? Нормально болып түсіріп жатырмын ба? Комментарийға айтып жіберіңіздер. Мындай жинайды машинаның қолдары. Ипо они. Ана жерде этот панжаң дейміз деген біздің бастығымыз отырады. Мына жерде уже этот анандай қалай айтып жатқанын білмейді екен. Мына тексереді уже біткен нелерді. Ойнидер мені этот бетім угрышып кеткен, стресстен жатыр ғой. Стресс дейді. Мен любимый ойниларым. Осылай аяғым шаршаған кезде осылай сәл отырып аламын, тұрамын, отырып аламын, солай жұмыс жасаймын, зарядка жасаймын. Осы ручкаларды бізге дайындап, печкадан өткізіп жабыстырып алып келеді. Біз соның қалған нұсқаларын жабыстырамыз, жөндеп техникаға саламыз. Ол техника тағы да бір ал жөндеу жүреді. Кейін главный неге береміз, оны барлығын тексеріп, өзінің несіне салады, коробкасына ма, не дейді өзі, солай, короче. Достар, бүгін бізде чаноб. Мен қазір кешкі тамақты жеуге бара жатырмын. Сіздеріңізде. Ұнамайды маған мұндай тамақты. Бір түрлі тамақты. Менің кешкі асым күрішсіз сорпа, балықтан бұл сорпа, балықтан и мол редиска. Тамақтары қатты аш емес. Білмеймін шынды, аш емес. Үйреніп қалдым өзім. Өзіме қатты ұнайды. Камера сөйлеп жатқанмын. Сөйлеп жатыр. 안 예뻐. 언니 예뻐요. 안 예뻐. 네? 언니 나이가 어떻게 되세요? 나이요. 59이에요. 59? 예. Вот 언니 тоже 46-да ма сондай? 누구랑 했는데 누구랑 이야기하는 누구랑? 거야? 유튜브 하는 거야? 네, 유튜브로 맞아요. 여기 유튜브 하면 유튜브로 언니 다 사람들 볼 거야. 언니 얼굴 찍고. 예쁘고 가는 사람 해야지. 네. 사람들 그냥 궁금해요. 카자흐스탄 사람들, 한국 사람들 어때요? 얼굴 어때요? 몇 살이에요? 왜 나이 많은 있을 때 이래요? 그렇게 생각해요. 우리는 한국 사람들은 언니 아직까지 59 있을 때 우리 카자흐스탄에 59 많이 사람들 우리도 옛날에는 안 해요? 아니었어. 우리도 옛날에 지금은 70대도 청소하는 거. 청소. 언니 춘수 안 해요. 언니 정장에 이래요. 멋있다. 청소도 하고 70이 돼도 일하고 80이 돼도 일하고 그렇게 있을 이제는 때는 건강하면은 좋겠어요. 언니 좋지.
한국에 여기 70 있을 한국어. 때 친숙한 거. 우리 카자흐스탄 그런 것도 일 그래, 없어. 우리 아들 그 처음 사는 데 없어요. 왔는데 48년생도 Ну, типа, жасы үлкен болса, шыңсу жасайды, жинастырады, уборкамен айналысады. Біздің Қазақстанда олай жұмыс табу қиын ғой, үлкен жастарға. Дұрыс па, алмайды некоторларды. Солай, достар. Дальше тағы да видеолар салып отырамын уақыт болса. Оны қайтадан уже басқасын киіп келді. Кеше көрсеткен басқасы. Енді басқа, о май гад, ну он писает, 와 진짜 저도 사고 싶어요. 언니한테 남편 줬어요? 언니 샀어요? 남편이 사겠지. 남편 줬어. 아이고. 결혼 기념 한 개, 생일 한 개, 그거만 하면 돼. 다시 말해요, 언니. 결혼 기념 시트 선물 아니, 삐졌어. 하나. 그러면 생일. 아, 우리 남편 그런 거 생각 없어. 그러니까. 언니가? Сіздерге ең главный жерді түсіруге үлгердім, әйтеуір сотканы главный жерге қойып. На самом деле біз өзі осылай тұрамыз. Қазір мен соңғы жағында тұрмын. Орнымыз ауысып тұрады әр 2 сағат сайын. 2 сағат сайын 10 минут демаламыз, кейін осылай тұрамыз. Сол қазір мен соңғы осы машинаның ручкасы біткенде осылай кегеге саламын. Тексеруге беремін, болды. Ішің түсіп кетеді, әйтеуір жалқып кетесің, жұмыс қатты ауыр емес. Арасында осылай кофе или шай ішіп отырамын, или музыка тыңдаймын, корейский жаттаймын. Я болмаса ютубтан неше түрлі уағыздар, успокаивающий сондай программалар көріп, тыңдап, ойланып қаламыз. Ойнылардың бәрі бір ойда тұрады. Арасында сөйлесіп бір-біріміз сөйтіп жұмыс жасаймыз. Ешқандай анандай стрессовый жұмыс емес, бір-бірін көремаушылық, сөйлеп, сөйтіп отыратын жұмыс емес. Тыныш жұмыс. Нет, менің әпкем ұқсайды. 아니, 언니가 보내할 거예요. 그렇게 언니 닮아요, 내 언니예요. 아, 맞나? 네, 우리나라에 닮았어요. Біз, короче, ең қиын кожаны жасап жатырмыз, бәріміз жиналып, серьезно осы. Неден шығады. Сырып алды, короче. Өтірік айтты. 진짜 닮아요. 똑같이요. 네. 나중에 사진 보내할 거야, 언니. Mana 언니 маған форма жасап береді. 네, 언니? 감 있어, 감. 네, 있어요. 많이 있어요. 감을 그런 거 안 먹어요. 그냥 먹어요. 그냥 우리나라에. 그냥 안. 가주 이거 뭐야? 이런 껍질. 껍질을 같이 먹어요. 우리도 껍질 같이 먹을 때도 있어. 한국에 딱딱해요. 우리 카자흐스탄은 딱딱해 아니에요. 조금. 왜 안 딱딱해? 이거 딱딱해요, 조금. 밥 안 먹었다. 유튜브인데. мына жерде онилар демалып жатыр. Мен қазір осы отделда болғаннан кейін онилармен бірге отырмын. 너 찍는다. Чеңніңда дейді. Они этот мен видео түсіріп жатқанымды көріп жатыр да. Айтып жатыр. Они 왜 아니 사진 실었어요, 언니? 그 언니? 언니 우리나라에 인사해 주세요. 카자흐스탄 살림 말해 주세요, 언니. айтпақшы мына 언니 біздің 언니 менің класстасым бар Айнұр деген. 귀여워, 야. 네. 한국 사람 왜 이리 작아? 귀여워. 귀여웠더라. 한국 사람 작아. 언니 어디 가고 싶어요? 우리는 미국 가고 싶어. 미국에 가고 싶어. 그래. 아이고. 그렇게 저거보다 다 일할 때도 많고. 네.
어떻게 나왔다. Окей. Осылай жұмыс бітті. Автобус бізді күтіп отыр. Далақ. Автобус тұр. Отметка жасаймыз да кетеміз. Үйге 30 минутта үйге жетемін. Солай достар, мен жұмысымды көрсеңіздер, түсінсеңіздер, лайк басып, комментарий жазып жүріңіздер.